Баршаңызға қайырлы күн. Ең дәмді, керемет сигара бөліктерді дайындайтын боламыз. Алдымен лаваштарды алып, осылай үшбұрыштап кесіп шығамыз. Әрбір лавашымызды алып, ішіне начинкасын саламыз. Начинкасына картоптан жасалған пюре, жаңағы пияз, фарш, сыр салсаңыздар болады. Мен фарштан және картоптан жасадым. Осылай начинкасын саламыз. Екі жерін осылай қайырып, жақсылап орап шығамыз. Лаваштың жаңағы бас жағына су жағып жібереміз, чтобы біздің лаваш ашылып кетпеу үшін. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді майланған қызып тұрған табамызға барлық жерінен қызартып қуырып аламыз. Мінекей, біздің сигара бөліктеріміз дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындаңыздар, ыстықтай өте керемет. Баршаңызға ас болсын. Видео пайдалы болған болса, лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.